Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бір жасағаннан шығатын блины пісіретін боламыз. Блинымыз жұқа, ар жақ бер жағынан күн көрінетін өте дәмді болып шығады. Тестосы да тез дайындалатын, керек өнімдері әр үйден табылатын блины жасаймыз. Ал кеттік. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 280 грамм айран, 8 қасық үлкен қасықпен шемішкенің майы, 2,5 қасық қант, жарты қасық тұз. Осының барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 280 грамм ұн қосып, арасында комочек қалмайтындай етіп, әбден араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Барлығын әбден араластырып болғаннан кейін 280 грамм ыстық суға жарты қасық нан соданы салып, үстіне ыстық суды құйып, көпіртіп, содан кейін жаңағы тестамызға құямыз. Тағы да әбден бір келкі болғанша араластырып аламыз. Табамызды қыстырып, бірінші ретінде майлаймыз, одан кейін майламаймыз. Осылай құйып, бір жағы қызарғанша екінші жағына аударып, пісіріп аламыз. Блинымыз өте дәмді, тесік-тесік, жұқа, әдемі болып шығады. Бір порциядан осыншама блины шығады. Блинымызды балмен жесек те, қойылатылған сүтпен жесеңіздер де өте дәмді, жегенде дәмі тілі үйіретін жақсы болып шығады. Ас болсын.